Армысыздар еліміздің асылдары мен оқырмандары, жайнасын көңілімнің жасыл бағы, сіздер үшін ән мен жыр, өлең мен күй. Туған жерім түп қазығым тұғырым, ұланнан ұлан асыр сұр ұғым. Өкінбе сен басқа жерді көрмей-ақ, өмір бақи сенде өтсе ғұмырым. Бал күлкісі сырланған бұлақтың, ерте жермен тербелгені құрақтың, ертегідей елестейді көзіме, туған жер Әулиекөлім, сен төріндейсің жұмақтың. Әулиекөл ауданы Қостанай облысының оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан. Аудандық мекендеу 1894 жылы басталды. Аудан халқы көп ұлтты, оның ішінде татарлар, белорустар, кәрістер, башқұрлар және басқа да ұлт өкілдері тұрады. Әулиекөл киелі ел жер жанаты, айнала орман тоғай бұлбұл бағы, мал асыл су зәмзәм алтын асты, ежелден қасиетті топырағым. Әулиекөл селолық және ауданның құрметті азаматы болған. Шоқан Уәлиханов атындағы мектептің құрметті мұғалімі болған. Халыққа білім беру ісінің озат қызметкері, Қазақстан журналистік одағының мүшесі, облыстық Бейімбет Майлин атындағы сыйлықтың иегері және Қостанай таңы газетінің лауреаты. Сөйле десең сөйлейтін кітабының авторы, Слово о родине кітабының авторы. Әулиекөл ауданының әнұранын жазған, бірнеше медальдармен мен көптеген мақтау қағаздармен марапатталған кісі екен. Бір 1956 жылы 29 маусымда Петр Сотник дүниеге келді. 1979 жылы «Быть молодым» атты вокалды аспаптық ансамблін құрады. Аманқарағайдың көптеген музыканттары мен ансамбліне қызмет атқарды. 1996 жылы отбасымен трио баниястарын құрып, әртүрлі конкурсқа қатысып, жоғары балдармен жюридің назарына ілгерді. Петр Иванович музыканы өлеңді өзі шығарады және өлең айтады. Оның өлеңдерін көркем өнерпаздар, әркістер айтып жүреді. Петр Сотниктің таланты оның шығармашыл сан қырлы дарын, үрмелі оркестр, вокалдық топ немесе қазақ және орыс ұлттық аспаптарын болса да, Сотник қаншама биіктен көрінеді. Гартель Оксана Александровна 29 сәуір айында 1978 жылы дүниеге келді. 2005-2010 жылы Челябинск мемлекеттік педагогик университетінде халық көркем шығармашылық мамандық бойынша оқыды. 1999 жылдан бастап Әулиекөл мәдениет көркем өнерпаз ұжымының қызметкерінде жетекші болып атқарады. Лауреат конкурса «Әнші балапан» 1991 жылдары, лауреат конкурс авторской песни «Родной край», 1993 лауреат клуба меценатов «Ремень шабыт» 2003 жылдары, лауреат конкурс ретро песни 2006 жылы, Жітіқара грамотасы Әкім облысының көптеген грамоталармен ие болған. Цвети всегда, моя земля, моя любовь, моя весна. Туған жер әркімнің шыр етіп жүрген түскен, бауырында еңбектеп, қас басқан қасиетті мекені. Оны қайда жүрсек те, жүрегіміздің түбінде әлдилеп жүру әрқайсымыздың азаматтық парызымыз. Жаса елім, жаса достық бірлікпен, көштен қалма және тірліктен. Елім менің Қазақстан, отаным, алға өрле үшінші мың жылдықпен.